Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз аралық ми анатомиясы, яғни латынша diencephalon. Бүгінгі тақырыпқа кіріспес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ал ендеше кеттік. Келесі бізде аралық ми анатомиясы diencephalon. Аралық миға тоқталмай тұрып, негізгі 3 ми көпіршігін талдап алайық. Бізде алдыңғы, ортаңғы және артқы ми көпіршіктерін алып қарастырамыз. Яғни прозенцефалон, мезенцефалон және ромбенцефалон, ромб тәрізді ми. Дәл осы алдыңғы ми көпіршігі прозенцефалоннан. Бізде ми қыртысы, яғни ми жартышарлары дамиды, теленцефалон деп аталады. Және мына жасылмен көрсетілген аралық ми, бүгінгі тақырыбымыз бізде diencephalon дамиды. Бұл прозенцефалон, алдыңғы ми көпіршігінен дамитын құрылымдар. Ал ортаңғы ми көпіршігінен бізде тек қана ортаңғы ми дамиды, көкпен көрсетілген. Және артқы ми бізде ромбенцефалон, немесе ромб тәрізді мидан дамитын. Бұл метенцефалон және миеленцефалон. Миеленцефалон сопақша ми міне. Ал метенцефалон артқы ми деп отырғанымызға бізде екі құрылым кіреді. Ол мишық, церебеллум және көпір, понс. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз аралық мидың анатомиясы. Бізде қай жерде орналасқандығы сагиталды кесіндісіндегі көрінісін көретін боламыз. Осы көріп отырғанымыздай келесі суреттерден біз дорзальды бетінен қалай көрінетін және схема түрінде оны оңай тілде барынша жеткізіп беретін боламыз сіздерге. Аралық мидың бізде екі негізгі, яғни аймағын алып қарастырамыз. Бұл таламикалық ми, таламенцефалон деп аталады, және таламус асты, гипоталамус. Екеуін бөліп тұратын мынау таламикалық ми аймағы және мынау гипоталамус, таламус асты. Осыны бөліп тұратын сулкус гипоталамикус деп аталады. Ал таламенцефалонның өзі негізгі 3 бөлімнен тұрады екен. Бұл мына жұмыртқа тәрізді көріп тұрғанымыз таламус, көру төмпесі деп атайды басқаша. Және таламус үсті аймақ бұл эпиталямус, және таламус арты аймақ бар, бұл бізде метаталямус, таламус арты. Бұл жерде көрсетілмеген, оны көбінесе латеральды, яғни суреттің кескіндерінен немесе дорзальды беттерінен жақсы көретін боламыз. Және осы екі, мына жерде оң жақ ми жартышар көрсетілген, яғни дәл ортадан сагитальды кескінмен. Ал егер екі ми жартышарын қосатын болсақ, бізде ортасында үшінші қарынша түзіледі. Дәл осы аралық мидың ортасында. Ол ventriculus tertius деп аталады. Және таламикалық ми афференттік жолдардың орталығы болатын болса, ал гипоталамус жоғарғы вегетативтік орталық. Бұл жерде көптеген нейросекреторлық ядролар орналасатын болады. Біздің ағзамыздың, яғни гормоналды реттелуіне қатысатын. Келесі бұл аралық мидың дорзальды беті суреті көріп тұрғанымыздай. Бұл жерде нені көреміз? Яғни аралық мидың құрамына кіретін таламусты көреміз, және ми қыртысының құрамына кіріп кететін бізде құйрықты ядро, яғни ол базальды ядроларды құрамына кіреді. Дәл осы сурет мына оң жағымызда үлкейтілген кескіні көрсетілген. Дәл осы үлкейтілген кескінді біз схема түрінде оңай түрде, яғни талдайтын боламыз қазір. Міне, мына схема түрінде көрсеттім. Таламенцефалонның 3 бөлігін жазып кеттім. Бұл таламус. Таламуста сезімталдылықтың барлық түрлерінің қыртысасты орталығы орналасқан, мысалы көру анализаторының қыртысасты орталығы, есту анализаторының қыртысасты орталығы, статокинетикалық, иіс сезу сияқты орталықтар орналасқан, яғни қыртыс асты орталық, қыртыс емес. Қыртыс тек ми қыртысында орналасқан. Енді осы дәл схеманы бізде кезегімен талдайтын болсақ, мына жерде бірінші кезекте тек таламусты алып қарастырдым. Эпиталямус пен метаталамусты келесі, яғни схемадан көретін боламыз. Енді таламенцефалонның бірінші құрылымы таламус, TH деп жазылып тұр. Оң және сол жақ таламустан тұрады, жұмыртқа тәрізді пішіні. Олардың арасында бізде адгезия талямика деп аталады. Таламус аралық адгезия немесе бітісу. Бітісу болады. А-мен көрсетіліп тұр. Және екі таламустың арасында жаңа айтып кеттім, үшінші қарынша ventriculus tertiusті көреміз. В3.
және таламустың алдыңғы төмпесін туберкулум антериусты және артқы төмпесін туберкулум постериусты көреміз. Бұл жақта бізде жастықша орналасқан, яғни пульвина деп аталады. Пульвина. Енді таламустың сол жақтан көретін болсақ, бізде бірнеше бөліктерге бөліп қарастырамыз, яғни ядроларына байланысты бөліп қарастырады екенбіз. Ол нуклеус антериор таламики, нуклеус постериор таламики, алдыңғы таламус ядросында иіс сезудің бізде қыртыс асты орталығы орналасқан. Қыртыс орталық деп айтпаңыздар ешқашанда. Қыртыс асты, себебі ми қыртысынан төмен орналасқан аймақтың бәрі бізде қыртыс асты болып саналады. Және бізде артқы ядросы таламустың нуклеус постериор таламики, ол жерде негізгі көрудің қыртыс асты орталығы орналасқан, яғни пульвина деп атайды жастықшада. Және нуклеус медиалис, осы таламустың медиалды беттері. Медиалды беттері бізде үшінші қарыншаның латеральды қабырғасын құрайды екен. Қазір талдайтын боламыз үшінші қабырғанда толық, яғни оның 6 қабырғасы бар. Сол екі латеральды қабырғасын таламустың яғни медиалды шеттері құрайды. Енді осы таламустың медиалды шетінде нуклеус медиалис орналасқан медиалды ядро. Медиалды ядрода бізде негізгі экстрапирамидалық жүйенің қыртыс асты орталықтары орналасқан. Экстрапирамидалық дегеніміз біздің санамызға бағынбайтын, яғни саналы емес жүйе болып табылады. Ал саналы жүйе дегеніміз бұл пирамидалық жол. Пирамидалық жолға негізінен алдын неврология, анатомия деген плейлисттен көрсеңіздер болады. Яғни бүкіл мидың анатомиясын жеке-жеке салып кеттім. Сол кезде пирамидалық және экстрапирамидалық жолдар туралы толық айтып өткен болатынмын. Ендігі бұл келесі нуклеус вентролатералис, алдыңғы латеральды ядро. Бұл ядрода жалпы сезімталдылықтың қыртыс асты орталығы. Яғни біздің мысалы келтіретін болсақ, теріміздің сезімталдылығы осыған кіреді. Және дәл осы таламустың орталығында орналасқан нуклеус интерстициалис. Интерстициальды ядро болып табылады. Оның негізгі қызметі вестибулярлық, жаңа айтып кеткен болатын, статокинетикалық деп, және есту қызметі. Бұл тепе-теңдігімізге және есту қызметімізге қатысатын негізгі анализаторлардың қыртыс асты орталығы орналасқан осы жерде. Жалпы айтқанда таламуста негізгі үшінші нейрон орналасқан десек болады. Афферентті жолдардың, эфферентті емес, афферентті. Себебі бірінші нейрон барлығымыз білетіндей жұлынды өткенде жұлын ганглион білеміз, ганглион спинали де орналасқан. Ал екінші нейрон жоғарылай келе бізде сопақша мида орналасуы мүмкін, көпірде орналасуы мүмкін, ортаңғы мида орналасуы мүмкін. Ал үшінші афферентті жолдардың нейроны осы таламуста орналасады. Ал таламустан шыққан бізде ядролардағы нейрондардың аксындары мынау ми қыртысында отқан орталық, яғни бізде арты қатпарға барады екен, яғни гирус постцентралис деп атаймыз. Ол жерде сезімталдылықты негізгі талдайтын бізде қыртыс орталығы болып табылады. Дәл осы талдағанымыз бізде таламенцефалының бір бөлігі таламустың ядролары болып табылды, оның бөлімдері. Және келесі таламенцефалының екінші, үшінші бөлімдеріне кіретін бізде эпиталямус пен метаталямус. Эпиталямустың өзіне эпифиз кіреді, хабенула жүген кіреді, және тригонум хабенула жүген үшбұрышы кіреді. А метаталямусқа корпус геникулатум латерали және медиали, медиалды және латеральды иінді денелер. Сонымен қоса брахиум каликули супериорис пен инфериорис кіреді. Жоғарғы және төменгі төмпешіктің сабы. Енді осы бізде таламустың медиалды шетінде SM деп көрсетіп тұр, стрия медулярис, милық жолақ болады. Үшінші қарыншаға қараған бетінде. Және латеральды шетінде таламустың стрия терминалис, яғни шекаралық немесе терминалды бізде жолақ болып табылады. Осы стрия терминалис NC деп тұр, бұл нуклеус каудатус, базальды ядролардың құрамына кіретін негізгі құрылым. Яғни нуклеус каудатус бұл ми қыртысының, яғни теленцефалының бір бөлігі болып саналып кетеді негізіне. Сол себепті стрия терминалис, шекаралық жолақ бізде таламус, яғни диенцефаланда ми қыртысынан бөліп тұратын негізгі жолақ деп атасақ болады екен.
және осы стria медулярис пен стria терминалис екеуі артқа қарай және төмен қарай қосыла келе бізде осындай үшбұрышты құрайды екен. Бұл тригонум хабенула. Ол жүген үшбұрыш деп аталады. Жүген үшбұрышы екі жақтан, оң және сол жақтан бізде хабенулаға жалғасады. Жүгендерге екі жүген, ал екі жүген бізде эпифизді ұстап тұрады. Яғни эпифиз деп атаймыз, немесе корпус пениале деп атаймыз. Бұл екеуі де бір, немесе томпақ дене деп атаймыз бұны. Негізгі циркадтық ритмге қатысатын бұл бізде жүйе болып табылады. Енді таламус арты құрылым, яғни метаталямусқа тоқталатын болсақ, жаңа айтып кеткен метаталямустың өзі корпус геникулатум медиале және корпус геникулатум латераледен тұрды. Корпус геникулатум медиаледе бізде негізгі естудің қыртысасты орталығы орналасқан, ал латеральды иінді денеде көрудің қыртысасты орталығы орналасқан. Дәл осы латеральды иінді денемен бізде жаңағы төменгі төмпешік және жоғарғы төмпешіктер өзара байланысатын болады. Бұл жоғарғы төмпешік арқылы брахиум каликулис супериорис, ал төменгі төмпешік арқылы брахиум каликулус инфериорис арқылы байланысатын болады, яғни жоғарғы және төменгі төмпешіктердің сабы. Бұл төмпешіктер туралы ортаңғы ми анатомиясынан толық біле аласыздар. Ол ортаңғы мидың артқы құрылымында қалай орналасқандықтарын, бұл жерде қандай құрылымдар бар екендігін. Сонымен біз талдап өткендей таламенцефалонға эпиталамус, таламус үсті, таламус арты құрылым метаталямус және таламустың өзі кірді. Келесі кезекте осы эпиталамус пен таламустың, яғни препараттан қалай көрінетінін көрсек, яғни ортаңғы мидың артқы бөлігінде бізде каликули супериорис және каликули инфериорис орналасты, екі жұп. Және де оның жоғарғы жағында корпус пениале, жаңа айтып кеткен эпиталямус құрылымы. Корпус пениале эпифиз екі жағынан, яғни хабенула жүген арқылы ұсталып тұрады. Ол пульвинадан түседі. Мына жағынан қарай бізде стria медулярис және стria терминалистің жолақтары солай тригонум хабенуладан түзеді. Тригонум хабенулаға жалғасады. Хабенула осы корпус пениалені ұстап тұрады. Және мына төрт төмпешік бізде жоғарғы төмпешіктер брахиум каликули супериорис арқылы, брахиум каликули инфериорис арқылы төменгі төмпешіктер бізде өз кезегінде корпус геникулатум латералемен, яғни латеральды иінді денемен және медиалды иінді денемен жалғасады. Латеральды иінді дене жаңа айтып кеткен көру орталығының қыртысасты орталығы орналасқан, ол трактус оптикусқа кетеді. Және трактус оптикус арқылы бізде шүйде аймағына қарай баратын болады ми қыртысының. Және бұл жерде суретте артқы жағынан көретін болсақ, яғни тригонум хабенуланы және эпифизді гландула пениалис және осы үшінші қарынша ventriculus tertiusті көреміз, екі таламус арасындағы, және ventriculus tertius эпифиз жаққа қарай барып recessus penialis түзеді, яғни томпақша, бізде ұңғыл деп атаймыз басқаша, мына жаққа кіре отыр. Және де арт жағынан екі хабенула жүген бізде комиссура хабенуларумды түзеді, және комиссура постериор деген бар. Бұл бізде комиссура церебри постериор деген бар. Бұл эпифиздің, яғни төмен жағында орналасады. Бұл жерден көре алмаймыз. Бұл жерден комиссура хабенуларымды көреміз және комиссура антериорды көретін боламыз. Мына жерде стria терминалисті көріп тұрмыз, яғни нуклеус каудатус міне көріп тұрғанымыз, бөліп тұр ми қыртысынан. Және де мына жерден көріп алсақ болады дағы. Осы таламустың алдыңғы төмпешігін айтып кеттік, және туберкулум антериус пен мына көріп тұрған колумна форницис күмбез, яғни бағандарының арасында екеуінде бір тесік болады, ол форамен интервентрикуляре деп аталады. Бұл нені білдіреді? Үшінші қарынша жоғарғы жағынан бүйір қарыншамен, яғни байланыса алады. Бұл форамен интервентрикуляре, басқаша автор атымен монро, яғни тесігі деп атасақ та болады. Келесі, яғни суреттен біз гипоталамус құрылымдары, яғни таламус асты аймақ болып табылады. Олна көріп тұрғанымыздай сулькус гипоталямикус арқылы бөлініп тұрады. Ал сулькус гипоталямикус мына монро шұңқырынан басталып, міне туберкулум антериус пен форникстың арасында жатыр, яғни күмбездің арасында міне монро шұңқыры. Осы жерден басталып сулькус гипоталамикус бізде осы жерге дейін, яғни
сильвиев су құбырына дейін созып жатады. Мына сильвиев су құбыры, бұл сильвиев су құбыры осы үшінші қарыншаны негізгі мына төртінші қарыншамен байланыстыратын болады. Сопақша және мына көпір анатомиясы деген тақырыптарда толық талдап өткен болатын осы ромб тәрізді миды. Енді үшінші қарынша гипоталамусты астыңғы несін көретін, құрылымдарын көретін болсақ, бірінші кезекте гипоталамустың алдыңғы қабырғасын комиссура антериор түзеді. Жаңа көрсеткен болатын міне комиссура антериор. Және комиссура антериордан төмен қарай ламина терминалисті көреміз міне. Мына жолақ сияқты тұрған ламина терминалис. Бұл негізі корпус каллозумның, яғни алға қарай кеткендегі жалғасы болып табылады. Міне корпус каллозум алға қарай өтіп, төмен қарай бізде ламина терминалиске жалғасады. Ламина терминалис, мына көріп тұрамыз хиазма оптикум. Хиазма оптикумнан трактус оптикус жалғасады көру жолы. Және де мына жақтан инфундибулумды көреміз. Инфундибулум немесе құйғыш деп аталады. Құйғыш төмен қарай өте келе гипофиз орналасады. Гипофиздің өзі аденогипофизден және нейрогипофизден тұрады. Бұл жерде негізгі нейросекреторлық гормондардың бізде түсіп, яғни қан арқылы ағзаға тарайтын көруімізге болады. Және карпора мамилярин көреміз. Емізікше тәрізді денені және тубер синереумды көрсек болады. Ал артқы құрылыстарынан мына жерде комиссура постериор эпифизді көреміз. Сонымен қатар хиазма оптикустың, яғни хиазма оптикус пен ламина терминалистің арасында бізде бір оңғыл бар. Бұл яғни рецессус супраоптикус деп аталады. Және рецессус инфундибули деп аталатын тағы бір оңғылды көрсек болады. Екі оңғыл. Рецессус супраоптикус және рецессус инфундибули. Ендігі талдайтынымыз бұл гипоталамустың жаңа көріп отырған құрылымдардың сыртынан қарағандағы құрылысы. Бұл бірінші кезекте ортаңғы мидың артқы құрылымында орналасқан. Бұл субстанция перфората постериор, ал оның жоғары қабырғасын карпора мамилярия құрады. Карпора мамилярия және де тубер синереумды көрсек болады. Инфундибулумға тубер синереумның, яғни бізде жалғасатынын көреміз. Құйғышқа, ал құйғыштың жоғарғы жағында хиазма оптикум орналасады. Хиазма оптикум бізде мына трактус оптикус қалай жалғасып жатқанын көрсек болады. Трактус оптикусқа негізгі көретін құрылымдар осы 5 құрылымды көреміз. Оны мына суреттен де жаңағы жақсылап көріп алсаңыздар болады. Карпора мамилярия, инфундибулум, тубер синереум, сұр төмпе деп аталады. Және де хиазма оптикум жаңа айтып кеткен құрылымдар. Енді гипоталамустың негізгі бізде 4 аймағын алып қарастырады екенбіз. Және осы 4 аймағына байланысты бізде көптеген ядролар болады. Бұл ядроларда бізде нейросекреторлық заттар өндірілетін болып саналады. Гипоталамустың бірінші аймағы бұл реги гипоталямика антериор. Көріп отырғанымыз бұл жерде жасылмен көрсетілген ядро орналасқан. Бұл хиазма оптикуммен осы жерден бөлінеді. Инфундибулумның арасы міне осы жерден. Бұл алдыңғы реги гипоталамика антериорға хиазма оптикум кіреді. Міне және де трактус оптикус кіреді. Хиазма оптикум, оны жалғасып тұрған мына сарымен көрсетілген бұл трактус оптикус. Және ортаңғы гипоталамус аймағы бар. Реги гипоталамика интермедия бұл құрылымдар мынау карпора мамилярияға дейін көкпен көрсетілген. Бұл жерлерде реги субталямика проприя жоғарғы жағында реги субталямика проприя болатын жерде аймақ. Және тубер синереум, сұр төмпе мына жерлер жаңа айтып кеткен, және гипофиз. Нейрогипофизден және аденогипофизден тұрады. Және үшінші артқы құрылым бұл реги гипоталамика постериор, артқы гипоталамус аймағы. Бұл жерде тек яғни карпора мамилярия, емізікше тәрізді денеден тұрады. Міне көрсек болады. Және үшінші ең соңғы бұл реги гипоталамика дорзолатералис, немесе дарзалис деп аталады. Бұл жерден нуклеус гипоталамикус, яғни постериорды көрсек болады. Бұл көріп тұрғанымыз карпора мамилярия қызылмен, ал мына бізде нуклеус гипоталамикус постериор болып табылады, немесе Льюис денешіктері автормен атағанда. Енді осы жерде орналасқан 4 аймақтың ядроларын толық қарастыратын болсақ, келесі суреттен көре аламыз. Яғни реги гипоталамика антериорда мына жерде рецессус супраоптикус орналасты және рецессус инфундибули орналасқан болатын.
және хиазма оптикумның дәл үстінде бізде нуклеус яғни супраоптикус орналасады. Және одан жоғары қарай бізде нуклеус паравентрикулярис. Осы екі ядро бізде биохимияда да көп талдайтын боламыз, және де қандай гормондар өндіретінінде көп яғни білу қажетпіз. Неге десек, бізде осы супраоптикалық және паравентрикулярлық ядролардан окситоцин, бізде вазопрессин деген сияқты негізгі гормондар өндіріледі. Басқаша вазопрессин АДГ гормоны, яғни ол бүйрек шумақтарына әсер ету арқылы ағзадағы негізгі суды ұстап қалу болып табылады әсері. Және бұл ядролардан бөлінетін нейросекреторлық, яғни заттар, нейромедиаторлар бізде артқы, яғни нейрогипофизге барып түседі. Нейрогипофизге. Ал басқа ядролардан яғни бөлінетін нейросекреторлық заттар бізде аденогипофизге, яғни гипофиздің алдыңғы құрылымына барып түсетін болып табылады. Енді реги гипоталамика интермедиада нуклеи гипоталамики вентролатералис және нуклеи гипоталамики дорзомедиалис орналасады. Және нуклеус гипоталамикус дарзалис орналасады, және нуклеус инфундибули, инфундибулум құйғыштың, яғни мына қабырғаларын орналасады, ал оған дейін бізде нуклеус тубералис орналасады. Және реги гипоталамика постериорда көріп отырғанымыздай корпора мамилярistің несі, яғни емізікше тәрізді дененің ядросы. Бұл жерде емізікше тәрізді ядроның өзінде медиалды және латеральды ядроларын алып қарастырамыз. Яғни нуклеи корпорис мамилярис медиалис эт латералис. Және нуклеус гипоталамикус постериорда осы артқы, яғни гипоталамус аймағының ядроларын ашады. Және ең соңғы меншікті, яғни гипоталамус асты аймақтың ядросына реги субталамика проприя бұл жерде нақты көрсетілмеген, бірақ оған Льюис денешіктері жатады. Нуклеус гипоталамикус постериор. Ал келесі схемада біз нақты осы ядролардың схема түрінде қалай орналасқанын көріп алсақ болады. Оны былай көреміз, яғни мына жерде хиазма оптикум, инфундибулум, мына туберсинериум болады мына жерде. Ал одан төмен қарай түсе келе инфундибулумға, құйғышқа жалғасады. Құйғыш өз кезегінде бізде артқы бөлігі нейрогипофиз, ал алдыңғы бөлігі гипофиздің аденогипофиз деп аталады. Мына 8 санмен көрсетілген бұл яғни нуклеус инфундибули, бір санмен жаңа айтып кеткен нуклеус супраоптикус және нуклеус паравентрикулярис 2 санымен. Бұл алдыңғы аймақтарға кіреді 1 мен 2-дегі. Және 3 санмен көрсетілген нуклеус дорзомедиалис, және де нуклеус 6 санмен вентромедиалис, нуклеус тубералис, нуклеус инфундибули бұл аралық аймақтың, яғни ядролары. Ал 4 және 5 санмен көрсетілген нуклеус гипоталамикус постериор және нуклеус мамилярис медиалис эт латералис бұл артқы аймақтың ядроларына кіреді. Ал жаңағы Льюис денешіктері бізде реги субталамика, яғни проприяның аймағының құрамына кіретін болып табылады. Осы суретпен біз мына схеманы нақты салыстыра отырып, яғни көретін болсақ, жақсы анатомиялық кескіндегі бізде көзімізге елестетіп отырып, ядролардың қай жерде орналасқанын білетін боламыз. Жаңа сіздерге айтпақшы болған едім, бірінші, екінші ядроларда АДГ мен окситоцин бөлінеді деп. Ал қалған ядролардан бізде аденогипофизге түсетін болып табылады, алдыңғы гипофизге. Бұлардан негізгі тропты гормондар бөлінеді. Ал мына ядролардан релизинг факторлар, яғни олар либериндер немесе статиндер. Статиндер мен либериндер әсер ету арқылы аденогипофизден тропты гормондар бөлінеді. Тропты гормондардың біріне аденокортикотропты гормон, яғни аденокортикотропты гормон АКТГ, гонадотропты гормон және де соматотропты гормон деген сияқты тропты гормондар бөлінетін болып табылады. Және де ең соңғы сіздерге қосымша ретінде үшінші қарыншаның, яғни қабырғаларын толық қарастырып өтпекші болдым. Бұл үшінші қарынша осы екі аралық мидың ортасында орналасқан негізгі кеңістік болып табылады. Ол жоғарғы жағынан мына таламустың алдыңғы туберкулум антериус пен колумна форнисус күмбез, яғни бағаналарының арасында орналасқан форамин интервентрикуляре немесе монро тесігі деп атаймыз. Осы арқылы бүйір қарыншамен байланысатын болып табылады. Ал сильвиус су құбыры арқылы мына көріп отырғанымыз төртінші қарыншамен байланыс түзеді. Енді үшінші қарыншаның жоғарғы шекарасын плексус хореидиус, яғни
тамырлы бізде негізгі өрімдер қарастыратын болып табылады. Немесе торлы қабықшасы телохороидия ventriculi terti көріп отырғанымыз, міне plexus choroideus. Және де екі латеральды қабырғаларын таламустың медиалды беттері түзеді. Ал төменгі құрылымдарын бұл гипоталамустың құрылымдары, яғни tuber cinereum. Мына жерден көретініміз tuber cinereum көреміз. Және де хиазма оптикум, corpora mammillaria, recessus infundibuli және recessus оптикус болып табылады. Және алдыңғы қабырғасынан commissura anterior, lamina terminalis және мынау колумна fornicis болып табылады, күмбез бағанасы. Және артқы шекарасын негізінен commissura posterior, commissura epithalamica деп атайды басқаша. Және де негізінен recessus penialis болып табылады. Recessus penialis. Осы 6 құрылымын жақсы біліп алатын болсаңыздар, сіздерге үшінші қарыншаны айтып беру өте оңай болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де түсінбей жүрген тақырыптарыңызды комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде алдағы уақытта салып отыратын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.